Сәлем баршаңызға. Бүгін біз хачапури дайындаймыз. Екі түрлі тестамен. Менің каналыма жазылып, қолдап кетіңіздер. Басқа да рецептерді менің каналымнан көрсеңіздер болады. Бұл жерде екі түрлі тестамен дайындаймыз. Біреуі осындай құрғақ, яғни сухой дрожжбен ашытып дайындаймыз. Барлығын граммен өлшеп қосамын. Толық описанияда толық құрамын жазып қалдырамын. Бірінші ашытып дайындайтын суға жасаймыз. Жылы су болу қажет, міндетті түрде. Суымызға шекер мен тұзымызды салып, жақсылап араластырып, үстінен дрожжымызды саламыз да 4-5 минутқа бетіне жауып қойып қоямыз. Өйткені дрожжымыз суда толық еру қажет. Осылай қойып, дрожжды араластырғаннан кейін ұнымызды дайындалып аламыз. Ұнымызды міндетті түрде илеуіштен өткізілген ұн болу қажет. Осы ұнды дайын болған суға салып, осындай қамыр илейміз. Ең соңында сұйық маймен осы қамырды жақсылап илейсіз да, июі қанғаннан кейін пакетке салып, жылы жерге 1 сағатқа дейін қойып алуға болады. Жарты сағат немесе уақытыңыз болса 1 сағатқа дейін жылы орап қойып аласыз. Екінші тестаны дайындаймыз. Бұны асығыс кезде жасасаңыз болады. Айран, не кефир дайындап аламыз. Бұның да толық құрамы описаниеде жазылған. Айранға тұзымызды, шекерімізді және сұйық майымызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Және 1 жұмыртқа қосамыз. Жұмыртқаны үстіне қосып, жақсылап араластырғаннан кейін ұнын дайындап аламыз. Ұнына міндетті түрде разрыхитель қосасыз, яғни қамыр қопсытқышты. Разрыхительді ұнына араластырып алып, дайындап қойдым. Осы дайын болған сұйықтыққа ұнымызды салып, қамырын илеп дайындаймыз да. Бұны да кішкене бетін жауып, кішкене июі қанғанша 5-10 минутқа қойып қоямыз. Енді ішіне салатын начинкаларын дайындаймыз. Барлығына осындай сыр дайындайсыздар. Және мен бетіне жаққанға осылай жұмыртқаның сарысымен қаймақты араластырып, алдын ала дайындап аламын. Қаймақ жоқ болып қалса, кішкене сүт қоссаңыздар да болады. Бетіне жаққанға. Бізде ашыған теста 40 минуттай тұрды. Кішкене көтерілді, ашып. Осыны оқтаумен жайып, арасына сырды саламыз да. Қайтадан қамырғып илейміз. Кішкене сырды бетіне сепкенге алып қаламын. Бетіне сыр сепсеңіздер де болады, сеппесеңіздер де болады, өз қалауларыңыз. Осылай ортасына сырды салғаннан кейін барлығын біріктіріп, қолмен кішкене үлкейтіп, оқтаумен де тегістеп жайып жүрсеңіз болады. Тапаңыздың формасына қарай осылай дайындап аламыз. Печкамыз 200 градуста алдын ала қыздырып аласыз печканы. Осылай пергамент қағазын төсеп, бетіне дайын болған жұмыртқа мен қаймағымызды бір келкі қылып жағып шығамыз да. 200 градуста қызып тұрған печкада 12-15 минут аралығында пісіріп аласыз. Мінекей мен бетіне кішкене сыр сеуіп жібердім. Екінші тестамыз. Бұның екінші тестаға, яғни кефирмен дайындалатын тестамызға арасына сырмен бірге жұмыртқа қосып дайындап жүрсеңіз болады. Қоспасаңыз да болады. Осылай үстіне кішкене тұз қостым мен. Мынаны кішкене бетіне алып қалдым. Осылай жақсылап араластырасыз да. Тестаңызға бөліп, мен екінші тестаны 3 бөлікке бөлдім. Осылай дайындап, бұны да алғашқы тестамыз ұқсап, біріктіріп,
қайтадан кішкене оқтаумен жайып 200 градуста бұны да 12-15 минут аралығында пісіріп аламыз. Бұл тестаны ашытпай істегендіктен уақыт аз кезде осы тестомен жасасаңыздар болады. 180 градуста 12 минутта пісіп шығады. Мінекей осындай әдемі хаджи пюреларымыз пісіп шығады. Жасап көріңіздер, ас болсын.